Саламатсыздарбы окуучулар. Нөмір 66 Казығұрт жалпы орта білім беретін мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі және шебер қолдар үйірмесінің жетекшісімін. Міне түбін тоқып бітіргеннен кейін біз өлшеп көреміз. Құмырамыздың түбі дайын. Енді биіктетіп төбесін жабамыз. Міне құмырамыз дайын болды. Биіктіп құмырамыз дайын. Енді бұған жапырақтарын тоқи бастаймыз. Оған бізге жасыл түсті жібіміз қажет. 10 өрімнен алып тоқи бастаймыз. Жапырақтарымызды бітірдік, тоқып. Міне 9 дана жапырақ қажет. Енді гүлімізді бастаймыз. Гүлге біз 5 өрімнен бастаймыз. Айналдыра тоқимыз. Гүліміз дайын болды. Енді құмыран үстіне ыстық желімнің көмегімен бекітеміз. Ыстық желіммен желмен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін ұмытпаймыз. Гүлдерін әдемі орналастырып, жапырақтарын гүлімізді орналастырамыз. Гүліміз дайын, бұйымыз дайын. Міне құмырадағы гүліміз. Осындай құмырадағы гүлді неше түрлі 5 гүл қылдырып істесек болады, немесе түстерін өзгертіп, ақ түстен істесек болады. Міне осылай қылдырып, жапырақтарын да өзгертіп, бұлай істесек те болады, ұзартып. Бұл жаңағыдай бұйымызды туған күнге немесе сыйлық, кәде сыйлық ретінде берсек болады бір-бірімізге, қыздар.